Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен пайдалы ақпараттар каналы. Бүгін біз стримді тиктоктан ашып және де соны компьютер немесе ноутбукқа тіркеп стримді тикток стримді компьютерден ойын ойнап соны стримға көрсетуді үйрететін боламыз. Бірінші Googleға немесе Яндекс поискқа TikTok Live Studio деп жазып алатын боламыз. Live Studio деп жазамыз. Және де шыққан біріншіні басамыз. Скачать Live Studio TikTok. Және де астына түсіре бергенде төбесінен скачать деп шығатын болады. Соны басамыз. Және де 1-2 секундтың ішінде файлға ол скачать етілетін болады. Файлдан сосын тауып алып басатын боламыз. Мен оны уже загрузить етіп болғанмын. Және де сразу кіре беретін боламын. Кірген соң сіздерден мындай QR немесе Google аккаунт, электронный почта арқылы или телефон номері арқылы кіруге болады. Мен QR-мен кірдім. QR-мен кірген сәтте алдарыңыздан начать эфир деп шығады. Мен мысалы QR-мен кірдім, начать эфир деп шығатын болады. Соны начать эфир дегенді басатын боламыз. Бірінші. Сіздерде стрим ашылмайтын болса, келесі видеода айтамыз қалай стрим ашу керегін. Және начать эфир дегенді басамыз. Ана жерде стрим көргенде қалай түсу, сотка, полный экран или бір кітті экран функциялар қоюға болады. Және ана жерде источник деп тұрады. Сол плюсікті басатын боламыз. Плюсікті басқан кезде бізде захват игра деп шығады. Захват игра деген сол ойынды көрсету. Захват играны басамыз. Сосын сол жерде захват играда сол жерде бүкілі көрсетілген. Добавить дегенді басамыз. Және режим деген бар, сол режимді басамыз. Және келтіреміз да добавить источникті басатын боламыз. Және начать эфир дегенді басатын болсақ, эфир ашылады және ойын ойнап отыра береміз. Бұл кезде бірінші біз бірақ функциясын көрсеттік, тек ойынды ғана көрсеттік. Келесі видеоларда қалай бүкілін тіркеу керек, қалай ашу керек, соны көрсететін боламыз. Сол саламатта болыңыздар, сіздермен мен пайдалы ақпараттар. Арнаға жазылып, лайк басып, комментке білмеген нәрселеріңізді сұрап кетіңіздер.